Барлықтарыңызға сәлем. Мен адвокат Таир Насханов. Мен бизнесті қорғауға мамандымын. Бүгін біз ұшақтың кешігу немесе рейстің тоқтатылуы туралы айтатын боламыз. Бұл видеода мен сізге жоспарланбаған жағдайда не істеу керектігі туралы нақты кеңестер беретін боламын. Ұнаса лайк басып, менің каналыма жазылыңыз. Рейстің кешіктірілуі немесе тоқтатылуы жиі кездеседі. Әрине, бұл жағымсыз жағдай. Ең ұтымды жағдайда сізге әуежайда бірнеше сағат отыруға және қонуды күтуге тура келеді. Ең жағымсызы сапар жоспарларыңыз бұзылады. Алайда көптеген жолаушылар не істеу керектігін, қайда бару керектігін және ол үшін не істеу керектігін білмейді. Айта кететін жайт, рейстердің барлық кідірістері бірдей емес, оларды ажырата бөлу қажет. Өйткені авиакомпаниялар өздерінің кінәсінен болған қолайсыздықтарды ғана өтеуге міндетті. Мысалы, ұшақтың ұшуға дайын емес болуы, немесе ондағы бір бөлігі бұзылғандықтан кешігу, бұл тасымалдауының кінәсі болып табылады. Бірақ авиакомпания ауа райының қолайсыздығы немесе өзіне тәуелді емес жағдайлардан туындаса, әуежай мұндай мәселелерге әсер ете алмайды. Сондықтан бұл жағдайларда ол өтемақы төлемеу керек. Егер рейс авиакомпанияның кінәсінен тоқтатылған болса, жолаушылар билеті басқа күнге ауыстыруға, не осы немесе басқа тасымалдаушының өзара келісімі бойынша басқа жақын арадағы рейспен жөнелтуге, басқа ұсынылған рейсті күту кезінде тамақтануға, немесе ақшалай өтемақы алуға құқылы. Осы жағдайлардың кез келгенінде авиакомпания ең алдымен жүкті сақтауды ұйымдастырып, 7 жасқа дейінгі баласы бар жолаушыға ана мен бала бөлмесін ұсыну керек. Егер рейс 2 сағаттан артық кешіктірілсе, онда сіз тегін алкогольсіз сусындарға және 2 телефон қоңырауына, оның ішінде халықаралық бағыттарды да қоса 5 минутқа дейін немесе 2 электрондық пошта хабарласымен жіберуге құқыңыз бар. Рейс 4 сағаттан астам уақытқа кешіктірілсе, авиакомпания сізді күндізгі уақытта 6 сағат сайын және түнгі уақытта 8 сағат сайын ыстық тамақпен қамтамасыз етуге міндетті. Егер күту түнде 6 сағатқа немесе күндіз 8 сағатқа созылса, онда сізді қонақ үйге орналастырып, әуежайдан қонақ үйге дейін, кейін қонақ үйден әуежайға дейін тасымалдау қажет. Егер рейс 10 сағатқа кешіктірілсе, онда тасымалдаушы осы қызметтердің барлығын ұсынып қана қоймай, сонымен қатар сізге басқа авиакомпанияның межелі жерге жақын рейсімен ұшуды қамтамасыз етуге, немесе сіздің қалауыңыз бойынша билет құнын толық өтеуге міндетті. Мұның бәрін авиакомпания тегін жасауға міндетті. Мұндай жағдайлар туындаған кезде және егер авиакомпания бұл міндеттерді тиісті түрде орындамаса, ең алдымен оларға қоңырау шалыңыз. Егер олардан жауап болмаса, онда басқа жолаушыларды олардың деректері мен байланыс нөмірлерін көрсете отырып, сұрау арқылы кідіріс уақытын белгілеңіз. Кейіннен сотқа дейінгі шағыммен Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне және азаматтық авиация комитетіне шағымдана аласыз. Бірақ, егер сіз онда әділетке қол жеткізе алмасаңыз, сотқа арыз жазыңыз. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Мен бизнесті қорғауға мамандамын. Егер бейне немесе бизнесті қорғау туралы сұрақтар туындаса, түсініктемелерде сұрақтарыңызды қалдырыңыз. Мен жауап беруге тырысамын. Ұнаса лайк басып, менің каналыма жазылыңыз.